Жолаушының жол ақысы туралы білесіз бе? Бірде Ұлықпан хакім жолда бір аттылы кісіге кез болады. Екеуі әңгімелесіп, бір ауылдың шетіне ілінеді. Күн кешкіріп қалған кез екен. Ауыл іргесінде бір топ бала ойнап жүреді. Бір кезде олардың ішіндегі ересектеу біреуі жастауын байқамай ұрып өлтіріп қояды. Өлген баланың шешесі қарғанып: «Ойбай, көк түйнек, жалғызымның түбіне жеттің-ау!» деп еңіреп, әлгі баланы желкесінен келсаппен түйіп қалады. Соққы қарақұсқа тиіп, бала сол мезетте жан тапсырады. Оны көріп екінші баланың әкесі жетіп келеді. Ақылын ашу-ыза билеп, әйелді сойылмен соғып мерт қылады. Осылайша бие сауым уақыттың ішінде 4-5 адам қаза тапты. Мына оқиғадан Ұлықпанның жаны түршікті. Бұрылып серігіне қараса, ол селт етпестен көз алмай қарап тұр екен. «Ау, ағатай, жазықсыз жандар шыбындай қырылды ғой. Бұл не сұмдық? Барып ажыратпаймыз ба?» деп атын тебіне бергенде әлгі кісі қолынан ұстап: «Үндемей тыныш тұр. Мұның бәрін жасап жатқан мен», дейді. Ұлықпан оның Әзірейіл періште екенін сол кезде-ақ бірақ білді. Бұлай шыға бере: «Уа Әзірейіл, әп-сәтте бірнеше адамды бақиға аттандырдық. Менің қанша жыл ғұмырым қалды, айта аласыз ба?» деп сұрайды. «Үйленіп, некеңді қидырған күннің ертеңіне өмірің үзіледі. Ажалды шымылдықта күтіп алуға қамдана бер», деп атын қамшылап кетіп қалады. Ұлықпан әлі үйленбеген бозбала жігіт екен. Сол күннен бастап Ұлықпанның ішкені ірің, жегені желім болады. Уайымнан жағы суалып, жүзі қуарып, жүдеп кетеді. Ауыл-ауылды аралап, үйленген күннің ертеңіне өлетін адамға кім тұрмысқа шығады деп сұрайды екен. Мұны естіген қызы бар адамдар: «Мына неменің есі дұрыс емес шығар. Үйленбей жатып, көктей солатын жігітке кім қызын береді?» деп сөгеді екен. Бір күні ажалға да айла табылатын ақылды бір қыз Ұлықпанға тұрмысқа шығуға келісім береді. Екеуі отау құрып, шаңырақ көтереді. Неке түні келіншегі: «Ертең періште жаныңды алуға келгенде, сен оған: екеуміз сапарлас болып едік, жолаушының жол ақысы деген бар, сол ақымды қайтар дейді. Сонда ол: «Тілегіңді айт дер, сен былай де: Құдайдан 1000 жыл ғұмыр алып бер», деп қолқа сал, дейді әйелі. Таң атпай Әзірейіл де келіп жетіп: «Ұлықпан, дәм тұзың таусылды. Кеудеңдегі жан аманатты тапсыр», дейді. Ұлықпан сонда: «Әй Әзірейіл, екеуміз сапарлас болып едік. Менің жолаушылық ақымды бер», дейді. Әзірейіл сонда: «Уақытың тымас, тез айт», дейді. «Маған тәңірден 1000 жыл ғұмыр сұрап алып бер. Әйтпесе жол ақымды ақиретте сұрап, жағаңа жабысамын», дейді. Әзірейіл мына сөзді естігенде сілейіп тұрып қалады. Сосын Алладан: «Уа жасаған, Ұлықпан менен жолаушылық ақымды бер», дейді. Ақысына 1000 жыл ғұмыр тілейді. Не істейін, дейді. «Пендемнің өлетін күнін айтпауың керек еді. Ол қайғырып, уайымға салынды. Оның жол ақысын талап етіп, қолқа салуы орынды. Әділдік заңы бойынша оның ақысын толтырып беруге міндеттіміз. Мен жомарт Құдаймын, сұраған 1000 жыл ғұмырын бердім», дейді Хақ Тағала. Ақылда елінің арқасында Ұлықпан 1000 жасаған екен. Қапияда қатын ақыл табады деген сөз осыдан қалған екен. Содан бері ел арасында жолаушы ақысы, дос ақысы деген сынды салттар пайда болыпты.